Саламатсыз ба Шолпан ханым? Қазіргі таңда жалпы хит болып жатырған өнімнің бірі Белурон. Адамға бұл не үшін қажет? Бұл белурон өнімі жалпы адам баласында 260 буын болады, иә. Сол 260 буынымызға бізде міндетті түрде жеткізу керек, иә. Яғни бұл гиалурон қышқылы жасымыз ұлғайған сайын біздің гиалурон қышқылы түзілуі тоқтайды, иә. Сол себепті біздер осы белурон өнімін ішіп жүруіміз керек. Яғни бұл белурон өнімі артрит, артроз, грыжа тағы да басқа буын ауруларын алдын алады. Яғни біздің сүйегіміздегі сұйықтықты нәрлендіретін өнім. Жақсы, рахмет. Енді сізге қойылатын екінші сұрақ. Бұл Белурон өнімі қай жылы шығарылды, кім шықты? Жалпы шығу тарихын айта кетсеңіз. Иә, бұл өнім германиялық өнім, яғни германиялық ғалым доктор осы белурон өнімін 2013 жылы шығарған болатын. Негізі бұның шығу тарихы өте қызық. Ең бірінші бәйгеге жарысатын аттардың аяғы сынып келетін болған, соларға арнап шығарған болатын. Сол бәйгеге жарысқан аттар үнемі бас жүлдені алып келіп отыратын болған, яғни аяқтары қалпына келіп, содан кейін бұл өнімді біздің доктор ғалымымыз Ниц Тучик адамдарға да дозасы адамдарға да келетін етіп осы өнімді шығарған болатын. Міне содан бері қаншама адамдарға пайдасын тигізіп келе жатқан керемет өнім. Сонда негізі басында жануарларға шығарылған, сосын оны адамдарда қолданған ба? Жақсы, енді сізге үшінші сұрақ. Бұл өнімді қалай қолдану керек, соны айта кетсеңіз. Қай уақытта қолдану? Әрине, бұл өнімді ішінде көріп отырсыздар өздеріңіз, яғни 0,5-0,5 литрден екеуін қосқанда 1 литр, бұның курсы 1 айға жетеді толық, және бұны таңертең тамақтан кейін ішетін боламыз. Ішінде өзінің мынандай мөлшердегі стаканы болады. Осы стаканда 30 мг таңертең тамақтан кейін міндетті түрде ішуіміз керек. Керемет. Енді бұл өнімге көп арыз түсіп жатыр. Неге бағасы қымбат, соны айта кетсеңіз. Неге бұл өнімнің бағасы қымбат? Неге қымбат екенін айтайын, өйткені бұл өнім достойный өнім, біріншіден. Екіншіден, яғни көп адамдар буындарынан қиналып инъекция салдырып жатады, иә. Ал бір инъекцияның құны өте қымбат тұрады. Ал енді бұл белурон өнімде қараңыз, 540 инъекцияның дозасы бар, яғни 540 инъекцияның құны бар. Сонда сіздер айтатыным, буын ауырған кезде инъекция салдырып 3-4 қана инъекция салдыратын болсаңыз, оның қасына осы 540 дозасы бар белурон өнімін ішкен әлдеқайда артық па деген ойдамын мен. Жақсы, енді сізге соңғы сұрақ. Бұл өнім тек жасы үлкен кісілерге арналған ба? Өте керемет сұрақ. Жоқ, бұл өнімді мен айтар едім, жастарға да ішуге болады. Өйткені біздер 25 жастан асқаннан кейін өзімізде гиалурон қышқыл бөлінбейді. 25 жасқа дейін кейін бөлінеді, 25 жастан кейін бізде уже, яғни суставтарымызда вязкость, яғни жеткісі кетіп бастайды. Сол себепті біздер осы сау болсақ та, суставтарымыз ауырса да, ауырмаса да, біз осы жылына 1 рет белурон өнімін ішіп отыруымыз керек. Оны жастар да, үлкендер де іше береді. Жақсы, осы жерде, осы орайда сізге бір сұрақ қоя кетейін. Мен өзім футбол ойнаймын, жиі ойнаймын, аптасына 2 рет, 3 рет маған қолдануға бола ма? Әрине, ең әуелгіде бұл өнімді хоккейстерге, футболистерге берген болатын. Спорттағы адамдарға өте қажет өнім, өйткені спорттағы адамдар өзінің формасында жүру керек, олар күнде шынығады, оларға міндетті түрде суставтарына жеткізу керек. Сол себепті футболда болсаңыз тіпті жақсы, бұл өнімді міндетті түрде сізге ішу керек. Және менің тәжірибемде келіп жатқан адамдар бар, салмақтары өте ауыр кісілер, салмақтары өте ауыр болғаннан кейін олардың жүріп тұруы өте қатты қиындайды. Сол себепті осы белурон өніміне жүгініп жататын жағдайлар бар. Рахмет сізге Шолпан ханым сұхбат бергеніңізге. Мен өз басым осы өнімді міндетті түрде аламын деп отырмын.